Қайырлы күн, ұстаздар мен ата-аналар, оқушылар. Соңғы қоңырау мерекесіне арналған «Қош болу, алтын ұя мектебім» атты онлайн жиынымызға қош келдіңіздер. Good day, dear friends. Today's day is a memorable and significant day. Sunday is as joyful as it's sad for all of us, but anyway, it's long expected. It's precious for you, dear parents, and it's precious for your children, and it's precious for the people who spend whole year with their children, moving from the one grade to the other, our teachers. Талдықорған қаласындағы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Виктор Николаевич Сосиннің құттықтауы. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар және түлектер. Міне, бүгін қызығы мен қиыншылығы мол, әр оқу жылы қайталанбас тарихқа толы мектептің мерекесі. Оқушылардың сыныптан сыныпқа көшіп, асыға күткен жазғы демалысқа шығарып салатын соңғы қоңырау салтанаты. Кеше ғана толымдалары желбереп, жүректері лүпілдеп, мектеп табалдырығын аттаған ол қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасатын күні. Сіздерді 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Құрметті жас түлек, сіздердің бүгінгі өмір айдынына атанғалы тұрған мерекелі күндеріңіз құтты болсын. Сіздерге тек қана мықты денсаулық, сәтті сапар, мерейлі мақсат тілейміз. Құрметті оқушылар, жазғы демалыс күндеріңіз жақсы және қызықты өтсін. Жаңа оқу жылында сіздерді күтеміз. Қадірлі қауым, бүгінде қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаевтың 90 жылдығы, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы және ағартушы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің туылғанына 180 жыл толып отыр. Сонымен қоса 2021 жыл Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуына арналған жыл. Осындай мерейлі жылда Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі оқушыларының шыққан биігі, жеткен жетістіктері аз емес. 2020-2021 оқу жылының мектебіміздің оқушылары желілік, республикалық, халықаралық жарыстардан топ жарып, 188 жүлделі орындарға ие болды. Атап айтсақ, пән олимпиадаларынан 79 медаль, спорттық жарыстардан 12 жүлделі орын, 97 оқушы шығармашылық байқаулардан жеңімпаз атанды. 10-шы сынып оқушысы Тұрғанбек Санжар және 9-шы сынып оқушысы Ерланұлы Нұрсұлтан жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың 3-ші дәрежелі диплом иегерлері атанды. Құттықтаймыз. Құрметті қауым, Қазақстанда 2020 жыл еріктілер жылы деп жарияланғаны белгілі. 2020-2021 жыл бойынша мектебіміздің еріктілер қатары көбейіп, 85 оқушы түрлі марапаттарға ие болды. Алматы облысының әкімдігі, Лидер КЗ еріктілер орталығы, Дос КЗ әлеуметтік еріктілер орталығы, ЮНИСЕФ халықаралық ұйымы, Біргеміз кеңсесі, ұлттық еріктілер желісі сынды еріктілердің жұмысын үйлестіруші мекемелер 73 оқушыны әртүрлі алғыс хаттармен, сертификаттармен және дипломдармен марапаттады. Сонымен қатар, 16 жеткер оқушымыз елбасы медалі иегеріне атанса, 10-шы сынып оқушысы
Бекмустафаев Алишерге Алматы облысы әкімінің атынан асыл жүрек жүлдесі тағайындалып, 500 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық берілген. 11 оқушы біргеміз білім жобасы аясында ақшалай сыйлықпен марапатталған. Тәуелсіз еліміз білімді, өзгеге үлгі болатын нағыз азаматтарын мақтан тұтады. Назарбаев зияткерлік мектебінде терең білім алумен қатар, әрбір оқушының бойында ежанды сезімі кемелденген елім, жерім дейтін патриоттар тәрбиелеуді мақсат тұтады. Егеменді еліміздің біртұтастығын сақтап, әлемге тәуелсіз Қазақстанның атын алтын әріптермен жаздыру бүгінгі жас түлектер сіздердің еншілеріңізде. Бүгін Алтын Ұя мектебімен 67 түлек қоштасқалы отыр. Биылғы жылдың түлектері кімдер? Олар біздің есімізде қандай болып қалады? Биылғы жылдың түлектері мектеп тарихында алғаш рет 5 оқушы IELTS емтиханы 8 балл ала отырып, орташа балдық көрсеткішті 6-да 7-ге жеткіздірді. Еліміздің жарқын болашағы, зияткер ұрпақ сіздердің қолдарыңызда. Назарбаев зияткерлік мектептері түлектердің қоғамдық бірлестігі Ниш алумни туралы ақпараттарды назарларыңызға сұрамыз. Я поступил в Ниш практически с момента его основания. Конечно, я очень много готовился. Здесь я подтянул английский и приобрел кучу навыков для поступления на грант. Не только в казахстанские, но и в зарубежные вузы. Узнал очень много непонятных на тот момент слов. IELTS, TOEFL, SAT. Формативки и суммативки. Учась в такой конкуренции, нужно соответствовать и работать в 3 раза больше остальных. Здесь я воспитывал себя, побеждал и проигрывал, писал ночами проекты и научился не сдаваться. Всем привет из Бельгии! Я всегда был горд тем, что являюсь выпускником НИШ. И всегда рад встретить новых ребят из других городов, школ и выпусков, потому что мне кажется, что как выпускники одной системы мы должны быть дружны и держаться вместе. Салем всем! Так что мне дал НИШ? НИШ дал мне друзей, с которыми я дружу уже как 10 лет. Фундамент знаний во всех направлениях. И самое главное — поверить и увидеть, что все в этом мире возможно. Дорогие студенты НИШ, выбирайте именно то ремесло, которое откроет вам двери в светлое будущее в абсолютно любой точке мира. Количество наших выпускников растет, и статистика постоянно меняется. Поэтому я и несколько других выпускников взялись за создание единой организации в лице объединения выпускников НИШ, которая бы связала, например, ученика 10 класса НИШ, города, допустим, Павлодар, с выпускником НИШ Астана, который уже работает в Booking.com в Амстердаме. И сейчас мы стали ближе. Неважно, когда и где ты окончил НИШ, студент или уже работаешь, ты всегда будешь частью нашего комьюнити и можешь повлиять на будущих выпускников. Даже простой совет и одно верное решение может изменить жизнь каждого в лучшую сторону. Так же, как когда-то 12-летний я решил поступить в Назарбаев интеллектуальную школу. Білімді шәкірттерін аялаған, жақсылығын ешкімнен аямаған, саялы бақ жана шары жас ұрпақтың, ұстаз деген аяулы ардақты адам. Бүгінгі мектеп бітіруші түлектерге физика пән мұғалімі Нұрбек Қайсар Нұрболұлы өзінің жүрек жарды ақ тілегін жеткізуге асығуда. Қайсар Нұрболұлы, сөз кезегі өзіңізде. Дорогие наши ученики, родители, мы от лица всех учителей хотим вас поздравить с этим знаменательным днем последнего звонка. И хотим пожелать, чтобы паузы в вашей жизни были как перемены в нашей школе, всегда музыкальными и приятными. Но если путешествовать, то тоже как в школе, весело и со всем классом. Хотелось бы, чтобы все у вас в жизни удавалось на A-Star и все решения в вашей жизни были верными. Выпускникам хочу сказать, чтобы вы выбирали профессию по желанию. И ни один день в вашей жизни вам не придется работать. Құрметті қауым, биылғы 2021 жыл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы. Мерейлі жыл еліміздің игілігі үшін маңызды. Тәуелсіз еліміздің басты құндылығы – халықтар бірлестігі. Қазақстан халықтарының достығы біздің елдің баға жетпес байлығы. Қазақстан 140 этнос пен 17 конфессия өкілдері үшін туған шаңырағына айналды. Азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім біздің басты құндылығымыз. Көп ұлтты еліміздегі татулық пен келісім мәдениеттер мен діндердің үндесуі әлемдік эталон ретінде танылған.
Сіздерге жылы лебізін білдіруге сөз кезегін ата-аналарға береміз. Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, сіздерді оқу жылының сәтті аяқталуымен құттықтаймын. Ата-аналар қауымдастығы қоғамға қызмет ету іс-шараларына белсенді қатысады. Ата-аналар күшімен қайырымдылық акциялар ұйымдастыру мектептің жақсы дәстүріне айналды. Биылғы оқу жылында мысалы 34 көп балалы отбасыға, 67 жалғыз басты қарт зейнеткерлерге және де 24 еңбек ардагерлеріне көмек көрсетілді. Мектеп бала ата-ана қарым-қатынасына нығайтуға арналған іс-шараларды белсенді түрде өткізеді. Мысалы, айта кетсек, берік отбасы және біз бір отбасымыз сияқты ауқымды шараларды айтуға болады. Берік отбасы бағдарламасы бойынша 2 жыл ішінде 97 ата-ана білім алды, ал біз бір отбасымыз онлайн бағдарламасы бойынша 7-8 сынып оқушыларының арасында 164 ата-ана білім алды. Биылғы жылы ата-аналарға арналған ата-аналар университеті жобасы сәтті басталды. Ол бойынша 820 ата-ана білім алды. Құрметті жас түлектер, сендер өмірлерінде кездесетін сан қилы белестердің бір белесін аттап өтіп, жарқын болашаққа қадам бастыңдар. Осы қадамдарыңа құт қонсын дегім келеді. Күндіз түні алған білімдеріңнің болашақта әперер асуы көп болсын. Уважаемые выпускники Назарбаев интеллектуальной школы, от лица родительской общественности разрешите поздравить вас с успешным окончанием школы. На сегодняшний день Назарбаев интеллектуальная школа является брендом в сфере образования в стране. Надеюсь, что полученное вами качественное образование поможет вам поступить в желаемые вузы страны и зарубежья. Дорогие выпускники, помните, что успех – это сочетание способностей, труда и везения. У каждого из вас есть способности, а на везение будет влиять сама жизнь. Поэтому мне остается пожелать вам уделять как можно больше времени труду, упорно совершенствуя способности. С таким подходом успех непременно станет вашим верным спутником. Бүгін 2020-21 оқу жылын қорытындылау мақсатында мектебіміздің игілігіне қызмет еткен оқушыларды үздік сынып және шаңырақты жариялауға рұқсат етіңіздер. Сонымен, оқу жылының үздік сыныбы номинациясында қай сынып жеңіске жетті екен? 2020-2021 оқу жылының қорытындысы бойынша мектеп өмірінде сыныбымен толық белсенділік танытқан спорттық зияткерлік жарыстардың жеңімпазы болып табылатын білім және қоғамдық жұмыс елеулі жетістіктері көш баста білген 11-ші сынып оқушылары жылдың үздік сынып номинациясын иеленеді. Құттықтаймыз!
оқушылар қауымдастықтары ішінде биылғы оқу жылында орта және жоғары мектептің арасында ең үздік деп танылған жылдың үздік шаңырағы номинациясын 6-шы А, 9-шы С және 10-шы А сыныптарының тұран шаңырағы иеленеді. Құрметті оқушылар, ата-аналар, қазір дарынды балалардың жарқын болашағын меңзейтін Талдықорған қаласындағы Назарбаев сәскелік мектебінің гимні елбасы мектебін бірге орындайық. Сөзін жазған Жұматай Оспанұлы, әні Данияр Құрамысовтық. Сегодня на основе международных стандартов успешно работает Назарбаев университет и интеллектуальные школы. Надо распространять их опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать их уровень все образовательные учреждения. Басылғанда жаңа ғасыр өткелі, бір жырғанда жастығымның көктемі. Біздер үшін айқар ашты есігі, елбасының зияткерлік мектебі. Өсе берсін мектебімнің өркені, желбіресін ғылым білім желкені. Қанат қаққан өркениет өрехіне, біз боламыз еркін елдің ертеңі. Білімнің жарына, ғаламның толығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Ғаламның есігі, ғаламға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Көкжиекке құлашты кең жазайық, ғылым іздеп білім кенін қазайық. Назарбаев зияткерлік мектебі, жаңа ғасыр жаңалығы ғажайып. Білімнің жарына, ғаламның толығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғаламның есігі, ғаламға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Білімнің шарына, ғаламның танығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғаламның есігі, ғаламға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Елбасы мектебі. Соңғы қоңырау үні, бауықпен қоштасу, үлкен өмірмен қауышу үні. Өмірде ілбіп тек көшпей жүретін сергек жол мынау, құлақтан үнін кетпестей, сыңғырла соңғы қоңырау, сыңғырла соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау соғу мәртебесі
Сейтхан Нағын мен Цой Юлияға беріледі. Сейтхан Нағын мектепшілік пән олимпиадаларының жеңімпазы, халықаралық мега талант олимпиадасының жүлдегері, жақсылық жасауға ұмтыл әлеуметтік жобасының белсенді қатысушысы, мектеп аралық МОН конференциясының үздік спикері, 8-ші наурыз кездесулерінің Астана геометрия зертханалық сайысының гран-при иегері, мектеп өмірінің белсенді қатысушысы. Цой Юлия оқу озаты, қоғамға қызмет етуге бағытталған мектепшілік жобалардың ең белсенді оқушысы. Осымен соңғы қоңырау мерекесіне арналған «Қош бол, алтын мектебім» атты онлайн жиын өз мәресіне жетті. Жазғы демалыстарыңыз қызықты өтіп, жаңа оқу жылына жаңа күш жігермен кездескенше сау болыңыздар. Dear students, teachers, parents, we congratulate all of you on the end of academic year. May your summer holidays bring you new places, emotions, ideas, and the best. See you new academic year.